чесноктың сабағынан, яғни сарымсақтың сабағынан және түрлі түсті орам жапырақтан цветная капуста салат дайындадым. Дәмді болып шықты. Сіздермен де бөліскім келіп тұр. Алдымен осындай көлемде кесіп алдым. Оны қайнап тұрған суда, тұзды суда 3 минутқа пісіріп алдым. Болгар бұрышын ұзыншалап турадым. Түрлі түсті орам жапырақты да осылай бөліп, суда 2,5 минут қана пісіріп алдым. Онан кейін кинза турадым. Сосын сәбізді теркадан өткіздім. Сосын чеснок, кинза, қант, тұз, қара бұрыш, паприка, қызыл бұрыш және паприканың осындай кепкен түрі. Сосын кристаллики салдым. Осын барлығын араластырып, қайнап тұрған ыстық майды, үстіне қызып тұрған майды құйып араластырдым. Онан кейін салатына құйып, алдымен қасықпен араластырып алдым, сосын қолмен перчаткамен араластырдым. Менде паприка қызармайды, сондықтан тағы да салдым. Сосын кинза мен тұзды тағы салдым. Маған аз болып көрінді. Сосын осындай корей салаттарына қосатын приправа соя болады, соевая паста дейді. Оны да қосып жібердім. Маған ұнайды. Оны қоспаса да болады.